Жақсы қайырлы күн достар. Сұрағымызды ары жалғастыра берейік. 10-шы сұраққа келдік. 1824-1829 жылдары Махамбет Өтемісов тұрған қала дейді. Жауаптар: Орынбор, Қазалы, Ақтөбе, Орал, Семей. Жалпы енді әуелі Махамбет Өтемісов кім, қандай ру, қандай жерден деген секілді сұрақтарға жауап берейік. Махамбет Өтемісұлы 1804 жылы ішкі Бөкей ордасында дүниеге келген, қазіргі Жәнібек ауданында Нарынқұмның Жасқұс деген жерінде дүниеге келген. 1846 жылы қазіргі Индер ауданында дүниеден өткен. Жалпы енді 12 ата байұлының ішіндегі Беріш ру, оның ішіндегі Жайық деген бұтағынан. Әкесі Өтеміс. Одан бөлек 1836-1838 жылы Исатай Тайманұлы бастаған көтерілісшінің қолдаушысы ретінде танылады. Жыршы, ақын, батыр, композитор деген секілді дүниелерді алда тартуға болады. Жалпы енді мына жерде қарайтын болсақ, 1836-1838 жылы Исатай Тайманұлы бастаған шаруалар көтерілісінің жалынды жаршысы, қозғалысты ұйымдастырушылардың бірі болды. Енді көтерілістің болу себебі жерлердің тартылып алынуы патша үкіметі тарапынан, соған қатты наразылық білдіреді. Одан бөлек ең қатты қайғырған тұсы Исатайдың өлімінен болады. Ол Исатайға арнап бірнеше өлеңдер жазған. Мысалға Тайманұлы Исатай, Исатай деген ағам бар, тарланым деген секілді бірнеше. Ағастыра берейік. Ол бізде жалпы қысқаша өмірбаян көрсетіп қойған. Айтылды, бала кезінен бастап мұсылманша, орысша оқыған, сонымен қатар ол сауатты болған, татар тілдерін білген, орыс тілін білген, араб тілін жетік меңгерген кісі. Енді бізде белгілі, әрбір қазақтың ұлы тұлғалары бала кезінен бастап мұсылмандық фундаменталды білім алғандығы. Енді қарайық. 1824-1828 жылы Орынбор қаласында Жәңгір Керей ханның ұлы Зұлқарнайынның қасында болды. Яғни Керей хан Жәңгірдің ұлы, яғни Зұлқарнайынның қасында тәрбиешісі болып қызмет атқарады, дұрыс айтқан кезде. Бірақ кейін патшалықта немесе хандықтың ішінде болып жатқан шикіліктерді көргеннен кейін ашық наразылық білдіреді. Демек, кетік сұраққа қайтадан оралайық. 1824-1829 жылдары, енді мұны жерде 1824-1828 жылдары, 29 жылы қосып есептей алайық. Енді сұрақтың берілуі бойынша дұрыс жауап қалай? Орынбор қаласында дейді. Қазіргі Ресей жерінде, дұрыс айтқанда Оренбург. Демек, бізде дұрыс жауап Орынбор қаласында болады екен. Енді сонымен қатар бүкіл өмірбаяны жылма-жыл жазып көрсетілген. 1836 жылы қандай әрекеттер жасағандығы туралы, қанша адаммен келіп, 4000-ға жуық адаммен келіп, хандықты, қорғанысты, бекіністі қоршауға деген секілді дүниелер толыққанды жазылған. Оның барлықтарын оқып алсаңыздар болады. Жалпы енді өмірін соны қалай болды? Қазақта қазақ қырған деген көбіне сөз айтылады. Яғни оның басына оған 1000 сом тігіледі. Оны ұстау үшін өзінің руынан, Ықылас Төлеуұлы дейтін кісі, яғни өзінің руласы ұстап берген болатын. Жалпы осы кісілердің бірнеше біріккен қару жасаған әсерінен оны дүниеден өткен, сол жерден шахид қылған, шейіт қылғандығы туралы мәліметтер бар. Бұл еңбектері маған өте қатты ұнайды. Ертеден қарап отырсақ, бірнеше манағы айтып кеткен өлеңдердің бәрі ұлттық патриоттық сезімді көтеруге арналған өлеңдер. Егер уақыттарыңыз болса, бір-екі өлеңін жаттауға кеңес беремін. Негізгі демек сұраққа оралайық. Махамбет Өтемісұлы кім? 1836-1838 жылдар аралығында болған. Исатай Тайманұлы көтерілісінің негізін қозғаушы күші, батыр, композитор деген секілді, және де сол уақыттағы Жәңгір ханға қарсы күрес жүргізген батырлар ретінде қарастырылады.